Ассаламуалейкум, құрметті достар. Бүгін біз Музарт тобының «Бір тамшы көздің жасындай» деген әндегі домбыраның партиясын үйренетін боламыз. Жалпы қазір сабақ болмай кетті, уақыт өте тығыз, үлгерім болмай жатыр. Сондықтан айып етпеңіздер. Мүмкіндік болғанда сабағымызды шығарып жатармыз. «Бір тамшы көздің жасындай» әнінде мындай вступление бар. Деген сақты несі бар, домбыра партиясы бар. Бұл бізде екінші қайырмасынан кейін кетеді. Одан кейін осы проигрыш ойналғаннан кейін үшінші шумағы орындалады. Ләззатың болса шекердей деп. Ондай болатын болса, каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Біз сабағымызды бастайық. Қараңыздар. Бұл бізде, менің санауым бойынша, бұл бізде үстіңгі 7-ші пернемен басталады екен. Басталғанда бірінші қалай болады? Ашық шертесіздер ме? Міне. Яғни үстіңгі ашық бір шегінің бір шертесіздер, одан кейін асты шертесіздер. Одан кейін 6, үстіңгі 6, 7, 9 кетеді. Көрдіңіз ба? Қағыс негізі алма кезек кетеді екен. Одан кейін астыңғы 6. Міне 6, 7, 9. То же самое. Үстінен 6, 7, 9 болды, астынан да 6, 7, 9 болды. Кейін бірінші саусақ аппаратта мынау біздегі 11-ші пернеге көреді. Міне 11, 13, 14, 13 и қайдан 11. Осылай болады. Қосқанда осылай. Далее 13-ші пернені басып тұрып, 14-ші пернені түртіп ойнайсыздар. Міне. Негізгі әуен 14 ойналу керек. Бірақ біз 14-ке басып тұрып ойнамаймыз, лигаменен барамыз. 13 тұрқып, 14-ке барамызды. Кейін келесі әуен бұл 13-ші перне болады, оны уже басамыз. Бірақ басқан кезде қасындағы 14-ті түртеміз. Сосын, мұнда 13-ті ойнап тұрып, 14-ті түртіп жатырмыз. Кейін 11-ге барастырды, 13-ті түртесіздер, 9-ға барамызды, 11-ді түртеміз. Әрі қайтадан 13-ге түсемізді. 13-ті бір қағамыз. 11, то есть 13 емес, 11-ді бір қағамыз. 13-ке немен, лигамен жағына ауада барамыз. Сосын 6-ға барамыз. Яғни осылай болады міне. Сосын әрі қарай деген әуен кетеді. 9-ды басып тұрып, 11-ді түртесіздер. Бұл негізгі әуен 11-ге бар көрік. Бағаны бас кезінде сақты. Одан кейін 9 ойнайсыздар, 11-ді түртесіздер. Кейін 7-ге барасыздар, 9-ды түртем. 6-ға барамыз, 7 түртем. Ойнаймыз. Осылай болады. 6, кейін 9 қайдан барамыз да, 11-ді түртеміз. Міне. 4-ке кетеміз. Қосамыз. Осылай болады. Әрі қарай 6-ға келесіздер. Негізгі әуен 7 ойналады, бірақ оған лигаменен барастыр. Міне. Сосын 6 ойналады, 7 түртеміз. Кейін 4, 6 түртеміз. Одан кейін 1-ді барамыз, 2-ні түртеміз. Қосамыз,
осылай болады. Кейін екіні барасыз, қағаздарды төрт түртесіз. Одан кейін 6-ға бір қағыс жасайсыздар. Қосамыз. Дәле ары қарай. Бұған 4 пен сосын 2. Мынау 4-ті сәл кідіріп ұстап, 2-ге тез барасыздар. Осылай болады. Қайтадан 4 ұстайсыздар. 4-тен 9-ға секіресіздер. Осылай болады. Сосын. Одан кейін 6-ға барасыз. Міне осы жерге дейін бекітейік екен. Міне. Міне 6-ға келдік. Осы жерге дейін бізде бірінші бөлімі, яғни проигрыштың бірінші бөлімі аяқталады екен. Енді осы барлығын қосайық. Осылай болады. Бітті. Келесі. Дәл солай болады. Дәл солай. Только бұнда, мысалы біз бұнда бірінші долядан, яғни бірінші әуеннен, алғашқы әуеннен, бірінші қадамнан, яғни музыкада так, затак деген сөз бар, яғни бірінші тактан бастасақ, мұнда яғни затакт болады, яғни алдында 2 пауза қалдырамыз. Мысалы, біріншісі бар ғой. Деп. Екіншісінде қайталағанда, яғни 1 деп пауза сезінірді, 1 деп аяқ ұрқыластырды, одан кейін үстіңгі 8 кетеді. Міне 8, 9, 8, 9, одан кейін 6, 7, 9. Сосын 11, 11, е. Дәл бірінші кезіндегі жер ойналды. Мына жерде, мына көзде 11-ді ұстап тұрып, 12-ні түртесіздер. Соңында бұл 7, сосын 6, 4, 1, 2-ні ұстап, 4 түртесіздер. Сосын 1-ге толсы. Одан кейін ашамыз. 1, сосын үстіңгі 3. Сосын әуен кетеді екен. Енді жаңа соңғы екінші бөлімшесін қайтадан бір көрсетейін бе? Осылай кеттік, одан кейін бірінші бөлім сегіз сияқты ойналады. Мына көзде өзгеріс бар. Мынаған бармаймыз. 11-ді ұстап тұрып 12-ге түртеміз. Сосын 6, 7 түртеміз. 6, 4, 1, 2-ні ойнап 4 түртеміз. Сосын 1, одан кейін ашық, 1, үстіңгі 3. Енді ойналған осы 2 бөлімді бірге қосайық. Қараңыздар міне. Мысалы, кел жатыр. Жайымды айтсам жаздырмай, жағдайым менің осындай. Жаным менің бөлтеткен бір тамшы көздің
жасындай, бір тамшы көздің, бір тамшы көздің жасындай дейді. Әуен кетеді. Ойнап жатыр ма? Міне тан бұх, міне бірінші доля кетеді, тұх, міне кетеді. Дейді, одан кейін ләззатың болса шекердей, қайғыңда маған жетердей, күрсінген сайын жүрегін кеудеңнен жағып кетердей. Жайында айтсам жасырмай, жағдайым менің осындай, жанымы менің бөлтеткен бір тамшы көздің жасындай, бір тамшы көздің, бір тамшы көздің жасын, бір тамшы көздің, бір тамшы көздің жасындай. Бұл енді сонда сөйтіп 3 рет айтылып бітеді екен. Бүгінгі сабағымда сол көрсетейін деген осы бағана отырып сол есіме түсіп кетті, осы бір тамшы көздің жасындай. Сосын сәл уақыт табылып осыны шығарайыншы деп. Мүмкін араларыңызда біреулерге керек болып қалар. Яғни музыкасына қосып қоясыздар, Музарт тобының. Сосын проекшке келгенде жаңағы мен көрсеткен жермен ойнап бірге қосыласыздар. Осымен сабағымыз бітті. Алла жазса, уақыттар болып жатса, тағы да сабақтар шығарамыз. Желательно бір әуенді емес, болмаса бір күйді, болмаса бір терме бірдеңе шығарып деп жазбаңыздар. Желательно осындай бір не жазсаңыздар. Өйткені қазір сіздер жазған термелердің көбін мен білмейді екенмін. Оны мен сіздерге көрсетпес бұрын өзім бірінші тыңдау керекпін. Қандай терме, не, өзім тыңдап, сосын оны домбыра салып, сосын бірақ үйрету керекпін. Так білмейтін мен әуенге мысалы, оны отырып тыңдайтындай мүмкін уақыт болмай жатыр. Осылай мысалы өзім білетін нелерді уақыт тауып қазір шығаруға тырысып жатырмын. Өткені қайран көңіл шықты, енді бір тамшы көздің жасындай болды. Тағы да осындай былай домбыраның партиялары керек болып жатса, басымнан Музарттың айтсаңыздар, болмаса Нұрмұқасан, онда мен шығаруға тырысамын, уақыт болып жатса. Осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше, ассаламу алейкум.